Саламатсыздар ма? 4-ші А сынып оқушылары. Здравствуйте, 4 А класс. Бүгін сәуірдің 21-і. 21, 21. 21. Мен астроном боламын. Тема сегодняшнего урока – мен астроном боламын. Бүгін балалар, сендер астрономия ғылымымен байланысты сөздермен танысасыңдар. Және де өлеңнің жанрлық ерекшелігі туралы білетін боласыңдар. Балалар, суретте не бейнеленген? Дұрыс, аспан әлемі. Аспан әлемін кім зерттейді? Кто изучает небесный мир? Дұрыс, балалар, астроном. Ендеше балалар, сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Повторяем за мной. Кеңістік, астроном, тозаң, зерттеу, тартылыс күші. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Теперь, ребята, пишем эти слова. Кеңістік, пространство. Астроном, астроном. Тозаң, пыль. Зерттеу, исследование. Тартылыс күші, сила тяжести. Енді балалар, біз осы сөздердің қандай мағына беретінін жазып алайық. Запишите значение новых слов. Кеңістік ғаламшарлардың орналасқан аймағы. Кеңістік – это где расположены планеты. Астроном – ғаламшарларды зерттейтін адам. Человек, который изучает планеты. Тозаң – ғаламшарлардың айналасында болатын ұсақ денелер. Мелкие тела вокруг планет. Зерттеу – ғаламшарлардың өзгерісін бақылау, салыстыру. Зерттеу дегеніміз наблюдение, сравнение планетарных измерений. Тартылыс күші – ғаламшарларды күннің магнит сияқты өзіне тартуы. Солнце притягивает планеты как магнит. Өте жақсы балалар, жазып болсақ, мәтінмен танысайық. Мәтін, текст. Оқимыз. Аспан әлемін, ғаламшарларды зерттейтін адамды астроном деп атайды. Человека, который изучает небесный мир и планет, называют астрономом. Астрономдардың айтуынша, жер ғаламшары күннің айналасында газ және тозаңдардан пайда болған. По словам астрономов, планета Земля образовалась из газа и пыли вокруг Солнца. Ал күннің тартылыс күшінен кеңістікте ғаламшарлар пайда болған деген болжам бар. Существует гипотеза, что гравитационное притяжение Солнца создало планеты в космосе. Газ, тозаң іріктеліп, олардың жеңіл элементтері күн сәулесінің қысымымен одан әрірек орналасады. Газ и пыль отбираются, а их легкие элементы находятся под давлением солнечного света. Ал біршама ауырлары күнге жақын орналасады. Некоторые из более тяжелых находятся ближе к Солнцу. Енді балалар, біз өлеңнің жанрлық ерекшеліктерімен танысайық. Өлеңнің жанрлық ерекшелігі, жанровые особенности стихотворений. Өлең балалар шумақтан тұрады. Куплет – шумақ. Және де әр шумақта жолдар болады. Строка, әр шумақтың өзінің жолдары болады. Мысалы, мен астроном боламын. Білімін жиып ғаламның, мен астроном боламын. Ғаламшарлар әлемін зерттеу менің қалауым. Білімін жиып ғаламның, мен астроном боламын. Арманымның жолында көтерем ғылым жалауын.
Өте жақсы балалар. Енді балалар, сіздерге тапсырма. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Отвечай на вопросы. Бірінші сұрақ. Өлеңде неше шумақ бар? Біз жаңа мы читали стихотворение. Мен астроном боламын, я? Сол өлеңде неше шумақ бар? Ал бір шумақта, екінші сұрақ, второй вопрос. Бір шумақта неше жол бар? Жазамыз. Екінші тапсырма балалар. Қазақ тіліне аударып жаз. Осы не пишем только ответы. Пишем все, барлығын жазамыз. Все пишем, барлығын. Я, барлығын жазамыз, балалар. Если ответы у вас будет кратко, это не считается. Күннің тартылыс күшінен кеңістікте планеты пайда болған. Планетыды қазақша жазамыз. Екінші сөйлем. Ғаламшарлардың өзгерісін бақылау исследование деп аталады. Үшінші. Күннің магнит сияқты өзіне тартуын сила тяжести деп атаймыз. Балалар, үйге тапсырма. Видеороликте берілген 2 тапсырманы орындап, маған жібереміз. Я буду ждать. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.